Менің атым Рахим Көркемай, мен 6 жастамын. Мен Спандияр Көбеев атындағы негізгі мектепте оқимын. Анашым, не істеп жатсың? Ол қызым, мен құрт жасап жатырмын. Құрт қазақ халқының көнеден келе жатқан дәстүрлі тағамдарының бірі. Бұл құрттың жасалу жолын айтайын мен саған. Бұл құрт бізде сүт өнімдерінен жасалады. Сиырдан шығады сүт бізде. Сиырды сауу арқылы сүт аламыз сиырдан. Оны біз айран қылып ұйытамыз, пісіреміз. Айран қылып ұйытқаннан кейін оны біз қапқа құйып, кептіріп, әбден суын шығарып алғаннан кейін бізде осындай қатық пайда болады. Көрдің бе қызым? Осы қатықтан біз құрт жасаймыз. Кел, сен де жасап көресің бе? Бұл жерде неше түрлі пішіндерде жасаса болады. Міне, дөңгелек тәрізді жасасаң болады. Сен де әдемілеп жасай ғой. Одан кейін қыспа түрінде жасасаң да болады. Міне 5 саусағыңмен бүйтіп қысып әдемілеп жасасаң болады. Көрдің бе? Міне әдемі. Бұны кептіреміз. Бұл денсаулыққа өте пайдалы. Сүт өнімдерінің тамақтары, тағамдары барлығы денсаулыққа пайдалы. Екеуміз әндетіп отырып айтып жасайық, я, жарай ма қызым? Сенің бір әдемі әнің бар еді ғой, орындай қойшы. Жарайды. Испанның ауылында барып едім қыдырып, бір қошақтан алдымнан жолын кесіп жүгіріп, ақ малдың ай мекен, шекер мекен бал мекен, кеттім оны сағынып, қошақаным қайда екен. Атаның ай мекен, шекер мекен бал мекен, кеттім оны сағынып, қошақаным қайда екен. Анашым, құрт әдемі шығыпты. Енді осыны кептіріп қояйық, е? Қызым, міне көрдің бе? Біздің құрттарымыз кеуіп әдемі болып шықты. Дәмін татып көрші. Көрейін. Міне көрдің бе? Біздің қазақ халқының ұлттық тағамдарының бірі ақ болады. Ол жерде міне өте көп тағамдар алынады. Ірімшік, міне біздің қымызымыз денсаулыққа өте пайдалы. Міне құртымыз, міне біздің ас атасы нанымыз да өте денсаулыққа пайдалы екен.